Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ауызда еритін қаттама нанның рецептісін көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Дәл осындай қаттаманы жегіңіз келсе, ендеше видео рецепті соңына дейін қарап алыңыз. Алдымен 300 мг суымызды құйып, тұз салып, ұн салып, қамырды илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан соң бетін жауып 10-15 минутқа июін қандыруға қойып қоямыз. Содан соң қамырымызды алып дәл осылай жаямыз. Қаттама нанның арасына мен осылай көк пияз қосамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Алдын ала сары майымызды ерітіп аламыз. Ол суығаннан кейін жайылған қамырдың үстінен жағып шығамыз. Менің қолданған сары майым Щедрая Летаның маргарины. Қамырдың үстінен сары майды толықтай жағып болғаннан соң осылай бөліктерге бөлеміз. Үстінен көк пиязды сеуіп шығамыз. Дәл осы видеодағыдай етіп қаттаманы орап, екі шетінен қысып, үстінен домалақ етіп басып, қаттамаларды дайындап аламыз. Қалауыңыз бойынша қаттаманы үлкен-кіші етіп жасай беріңіз. Міне осылай дайындап алғаннан кейін сыртын таза салафаннан орап, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1 сағаттан соң алып пісіре беруге болады. Алдын ала осылай тоңазытқышқа салып қоятын болсаңыз, кез келген уақытта үйіңізге қонақ келгенде алып пісіре берсеңіз болады. Ешқандай да бұзылмайды, өте дәмді болып шығады. Май қызғаннан соң қаттаманың екі бетін қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Осымен қаттама дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, дәмін татып көріңіз. Еңбегімді бағалап, видеоны лайк басып, каналға тіркеліп, қолдап кеткеніңізді қалаймын. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.